Достар, сіздерге мен бір нәрсе ескерткім келеді. Жалпы маған дайрекке көптеген хаттар келеді. Осы хаттарды оқу барысында не деген сауатсыздық деген ойда қалам. Және ол бір рет қана емес, бірнеше кезек қайталануда. Жас үлкенді жарайды, кешіруге болады. Ал енді жастар, сіздер пернетақтаны жақсы меңгергенсіздер ғой. Мейлінше сауатты жазуға тырысайықшы, өтініш. Instagram, Facebook, WhatsApp қай әлеуметтік желіні алсақтағы мендегі өтініш біреу. Ол тіл тазалығына мән беру. 21 ғасырда қазақ тілі ақпараттық технологиялар көшіне ілесіп, күн сайын дамып келе жатыр. Ал ғаламторда біз көптеген хаттар аламыз, жазамыз, пікір алмасамыз, бірақ сауаттылыққа мән бермейміз. Неге? Бұрын кітап, газет немесе сол сияқты баспа өнімдері редактор, корректор мамандарының қырағы көзінен өтетін. Ол тіл тазалығының сақталуына кәдімгідей әсер еткен. Әрбір сөздің өз орнында тұруы, грамматикалық, стилистикалық талаптарға сай келетін еді. Ал бүгінгі әлеуметтік желілердегі жеке жазбаларға редакторлық, корректорлық жұмыстар жасалмайды. Сондықтан әр адам жазар сөзі мен дегені өз талғамына байланысты. Жасыратыны жоқ, әлеуметтік желілер бүгінде көптеген адамның серігіне айналды. Яғни осы желілердің көмегімен өзінің ойын білдіріп жатады, жарнама жазады, сауалнама өткізіп жататыны жасырын емес. Енді бұған тіпті жарнамадағы қателіктерді қосыңыздар. Кәдімгі дене түршігеді. Сонымен қатар, соңғы кезде трендке айналған әсіресе жұлдыздардың гифтерін қосыңыздар. Стоп, бұның барлығына тоқтау салу керек. Себебі бұндай қателіктердің алдын алмасақ, біз дамыған елдердің қатарына кіре алмаймыз. Сондай-ақ әлеуметтік желідегі тағы да бір тренд TikTok. Ойлап қараңыздаршы, егер де пайдалы челлендж болса, оны әркім іліп әкетер еді ғой. Мәселен, Абай өлеңдеріне арналған челлендж естеріңізде ме? Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол, адам болам десеңіз. Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласас қара көзі нұр жайнайды, жіңішке қара қасы сызып қойған, бір жаңа ұқсатамын туған айды. Осындай пайдалы челлендж болса, онда менің сөзім жоқ. Ал TikTok-тағы кей бейәдіп видеолар қисынға келмейді. Мәселен, етегін ашып билеген қыздар не мағынасы жоқ, не үлгі берері жоқ. Ал ана екі Қытай жігіті есіңізде ме? Киім ауыстыра беретін челлендж. Мүлдем қисынға келмейді. Әлеуметтік желіні дұрыс жағына пайдалана білсеңіз, ол сіздің жетістігіңіз. Сондықтан да мен сіздерді оқыған, мәдениетті, білімді адамдардың парақшасын оқуға шақырамын. Желілерде пікір алмасқан азаматтар осыдан біраз жыл бұрын қате көрсе, ұсыныстарын айтып, соны түзетіп отыратын еді. Соңғы кезде оларды байқай бермейтін де болдық. Бәлкім сол қателерге біздің көзімізде үйреніп кеткендей. Сонда қазақ тілінің тазалығы, мөлдірлігін келешек ұрпаққа қалай жеткізбекпіз? Ойланатын мәселе аз емес. Жаргон сөздер, бұл да әлеуметтік желідегі мәдениеттілікке қайшы келетіннің бірі. Ауызекі сөйлеу тілінің элементтері болып табылатын жаргон, диалектизм, варваризмдерде жиі ұшырасады. Белгілі бір әлеуметтік немесе қызығушылығы ортақ топтардың басқаларға түсініксіз, құпия мағынада сөйлесуі сәнге айналған заманда, жаргон сөздердің қолданыс аясы да кеңейіп келе жатқанын байқау қиын емес. Осы сарындағы жаргон сөздерді әлеуметтік желілерден де жиі кездестіреміз. Осындай тіл бұзар сөздер саф алтындай таза тілімізге өзінің нұқсанын тигізбей қоймасы анық. Тіпті бұлар қазіргі жастар арасында тұрақты сөз тіркестеріне айналып кетті десек артық айтпағандығымыз. Зиялы қауым өкілдерін алаңдатып отырған тағы да бір мәселе ол қазақ тіліндегі төл әріптерінің сирек қолданылуы. Қазіргі таңда компьютер, телефон, планшеттердің барлығында арнаулы баптаулар мен қондырғылар бар. Сол бойынша
қазақ тілінің төл әріптерін жүктеп алып, пайдалануға мүмкіндік бар. Қорыта айтқанда 21 ғасыр жастарын әлеуметтік желісіз елестету мүмкін емес десе де Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, тіл тазалығын сақтау, бейпіл жаргон сөздерді пайдаланбау біздің патриоттылығымыз бен сауаттылығымызды арттырады. Жүрегі қазақ деп соққан әрбір азаматты дәл осы нәрсе толғандыруы керек деп ойлаймын.